Сәлем қыздар, бүгін турецкая выпечка семит жасайтын боламыз. Алдымен апара жасаймыз. Ол үшін суымызға дрожжимыз бен қантымызды қосып, жақсылап араластырып алып 20 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін ұнымызға тұзымызды, сұйық майымызды және көтерілген апарамызды қосып, жақсылап біркелкі қылдырып тесто илейтін боламыз. Осындай жұмсақ тестоның бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап көтерілген соң 6 бөлікке бөліп, жұмысымызды бастаймыз. Содан кейін әр бөлігімізді видеода көрсетілгендей жіңішке қылдырып жайып аламыз да 2 шетін қосып, айналдырып дөңгелек жасайтын боламыз. Одан кейін сиропымыз бен кунжутымызға салып алып, осындай әдемі семиттер шығарамыз. Содан кейін 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Жақсылап көтерілгенін 210 градуста 15-20 минут духовкада пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ семиттер дайын болды.